Ассалаумағалейкум тарихшылар қауым. Бүгінгі әңгімеміз тарихта қазірде бар ассасиндер жайлы, яғни қазірде батыстың өнері мен киносында ассасиндер жайлы әртүрлі кинолар мен және ойындар бар, бірақ оның негізгі мақсаты мен ойы қалай тарихта қалған жайлы айтамыз. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, өз пікір ойларыңызды жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Және жаңа шығарылымдарды дер кезінде біліп отыру үшін қоңырауды басып жіберіңіздер. Ал әңгімемді бастайық. Ислам дінінің жер шарында тарау шарқы биігіне шыққан кезде, яғни олар мұсылман әлемі өз даму шарқына жеткен кезде үстемдігіне екіге бөлініп кетеді, яғни сунниттер мен шииттер болып. Шииттер көбіне қазіргі Иран, Ирак территорияларында басым болады. Сол кездерде Әлидің дараған ұрпақтарын Муави, яғни Аменидтер келіп билікке келеді дала тартыста. Кейін оны Аббасидтер биліктен шектетіп, Аббасидтің 6-шы имамы, яғни Садық өз билігін үлкен ұлы Исмаилге бергісі келеді, бірақ Исмаил 40 жасында қайтып, оның кіші ұлы. Осылай тарихта Исмаилиттер деп аталатын топ кейін Қарасан мен Мағрибқа дейін өзінің ұстанымдары мен оқу жүйесін және билігін үстемділігін орната бастайды. Осылайша қазіргі Бахрейн жерлерінде ең алғашқы шағын елді билей бастайды. Мұсаға билік берейік деп шешеді, бірақ сол кездерде имамдардың, яғни шииттердің ел басқару қазірге дейін де бас имамдары шешеді. Сондықтан ал топқа бөлініп имамдар, соның екеуі Исмаил өліп қалса да соның билігін мойындайды, ал қалған 4-еуі Мұсаны билікке алып келеміз деп келеді. Яғни Мұсаны билікке алып келген адамдар қазіргі ислам мемлекеті Иранға дейін жалғасып келеді. Ал Исмаилді қолғаған екі имам өз билік жүйесімен және өз ұстанымдарымен бөлініп кетеді. Исмаилиттер өзінің билігі мен ықпалдарын және оқу әдістемелерін жан-жаққа тарата бүкіл араб түбегінде солтүстік Африкаға дейін ықпалын тигізе бастайды. Осылайша Каир, Мысыр елінде билікке келіп Фатимидтер әулетін құрады. Сол Фатимидтер әулеті жайлы кейін Нураддин мен Салахаддин Фатимидтер әулетінің көзін жойып, ол жайлы менің арнамда бар шығарылым. Салахаддин жайлы қарасаңыздар да болады. Жалпы сол кездердегі Үндістан мен басқа елдермен сауда-саттықтарды қызу жүргізіп, Бахрейннен бастаған балықшылардың кемелерін сауда-саттықпен және өздерінің оқу әдістемелерін үйреткен Исмаилиттер үлкен күшке ие бастайды. Бірақ кейін өзара ішкі тала-тартыстан әлсірей бастайды. Фатимидтер әулеті толық құлдырауына алып келген оқиғаның бірі, яғни сол кездердегі Каирдегі Әл-Мустансир сұлтанның өлуі. Бәрі ойлады 58 жыл бойына билік еткен сұлтанның үлкен ұлы Назир таққа отырады деп, бірақ сол кездегі бас уәзірі бүлік шығар, оның 20 жастағы інісін билікке алып келеді. Назир Александрияға қашып, Александриядағы халық оны қол жинағанмен уәзір толық халифтердің қолдауына ие болып, үлкен қол жинап Александрияны талқандап, Назирдің қолға түсіп билігін мойындауға тура келеді. Кейін абақтыға қамап Назирді өлтіреді. Осылайша 20 жастағы інісі Әл-Мустали таққа келіп отқанмен, оны қолдамағандар, яғни ағасы Назирді қолдағандарға екіге бөлініп кетеді. Көбісі Мысырдағылар қолдағанмен, яғни қазіргі Иран территориясындағы Перс шығанағындағылар қолдамай, жалпы халық екіге бөлініп, радикалды Назирді қолдағандар өзін шағын топ болып ұйымдасады. Осы топтардың басшысы болып Хасан ибн Сабах деген атпен белгілі болған кісі басқарады. Яғни Хасан негізі Парсы елінде туғанмен, көп уақытын оқу низалиттермен бірге осы Мысыр елінде болады. Яғни осы тала-тартыстан кейін Назирді қолдаған адамдардың ықпалында болып қайтып Парсы еліне қайтып келеді. Парсы елінде сол кездерде Иран территориясында селжуктардың билігі нықты болды. Яғни селжуктардың билікке келіп жан-жақты басып алып жатқан кезде селжуктардың қарсы ұйымдасып, ол тығылып өз оқу және әдістемелер жүргізіп, үгіттеп, өзін селжуктарға білдіртпей, сол кездердегі Каспий теңізінің оңтүстік жағында таулы аймақтағы Аламут бекінісіне барып, 2-3 ай сол жергілікті халықтарға өзінің оқу білімін үйретіп, кейін бүлік шығарып, яғни сол бекіністің басшысын қуып жібереді. Осылайша олар Низамиттер Аламут бекінісінде бекініп қол жинай бастайды. Осылайша Хасан таулы аймақтарында, яғни Иран территориясында селжуктарға қарсы бекіністер мен шағын қалаларды басып алып, өзіне қол жинай бастады. Басында Мәлік Шах қол жинап
бір-екі шабуыл жасап Хасанның қолдарын талқандап жоюға шақ қалғанда, Мәлік-Шах өліп, оның уәзірі де өлгеннен кейін біраз уақыт ес жинауға уақыт жинап, қайтадан Хасан күшейе бастайды. Кейін Мысырмен толыққанды арақатынасын айырып, тек қана өзінің ықпалын Иран территориясында шоғырландырып, және қазіргі Эверест тауына дейінгі бекіністердің бәріне өзінің билігін жүргізе бастады. Осылайша олар өзінің ықпалын жүргізу әрі өз бағыттарын жоспарын құрады. Соның бірі болып, яғни саяси және үлкен әскери басшыларды жалдамалы жендет болып өлтіре бастайды. Сондықтан да қазіргі кезге дейін келген пікір ойлар ассасинді жалдамалы жендеттер деп ойлайды, яғни жалдамалы адам өлтіреді. Жалғыз ол емес, олар саяси және діни өзінің ілімі бар үлкен топ болып саналады. Яғни сол кездердегі селжуктармен бірге көптеген бекіністер мен қалалар ықпалын жүргізу үшін текетірес болып, біразға дейін шайқастар мен қалалар үшін күрес болды. Бірінші күресшілер жорығы кезінде де, яғни селжуктардың бар күші сояққа қарай жұмылдырып, сол күресшілермен күресіп атқан пайдаланып, бұлар да низамиттер де соған қатысуға бар өз үлестерін қосуға тырысты. Яғни қазіргі Сирия жерлеріндегі қалаларда да тыншы болып барып, адамдар қолдар жинап ықпалын жасай бастады. Селжуктар арасында алауыздықты пайдаланып, уақытша болса да өз күштері мен ықпалдарын жүргізді. Кейінде жалдамалы күресшілер арасында да өлім пайда болды деп айтады. Яғни осы ассасиндердің қолдарынан келді деп көптеген Европадан келген ханзадалар мен ықпалды графтердің өлімін ассасиндердің тапсырыспен өлтірді деген күдіктер бар. Дәлел болмағанмен, бірақ осы ассасиндер әлсіреуі өз аралары келіспеушілікке алып келеді. Кейінгі моңғолдар шапқыншылық кезінде қолға түсіп, яғни моңғолдардың билігін мойындауға тура келеді. Толыққанды құлағудың қолы талқылап, ассасиндердің, яғни бас имамы моңғол билігін мойындаймын деп келіссөз жүргізіп, келісім берілгенмен де оны өлтіріліп, көптеген имамдары жан-жаққа қашып, қазіргі кезде Лиссабон қаласында бас имамдары бүкіл әлемде 15 миллиондай осы табынушылары бар, өз ілімі мен діни тармақтары бар ұйым болып саналады. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, және өз пікірлеріңізді, білгілеріңіз келген оқиғалар мен тұлғалар жайлы және қоңырауды басып жіберсеңіздер, уақытылы шығарын біліп отырасыздар.